Сәлем құрбым, сені мен керемет салаттың рецептісімен бөлісейін. Бұл салатты енді көбісі жасайды, және көп дастархандарда осы салат бірінші таусылып қалады. Себебі өте жеңіл және жасалуы да оңай. Ең бастысы бізге краб қажет болады. Кез келген крабтың түрін ала берсеңіздер болады. Оны қиғаштан осылай ірі етіп турайсыздар. Салатты мейлінше ірі етіп турасаңыз, ол көзге әдемі көрінеді және жеген кезде де ыңғайлы. Майда қылып тураудың қажеті жоқ. Одан кейін қиярымызды да осылай қиғашынан тура видеода көрсетілгендей етіп турап аласыздар. Қыздар, менің каналымда ең оңай рецепттер. Мен өмірді қиындататын рецепттерді ұнатпаймын, сондықтан менің парақшама тіркеліп алыңыз. Осындай оңай жеңіл тез дайындалатын рецепттерді менің парақшамнан таба аласыздар. Сол үшін міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыз. Қиярымызды турап аламыз. Дәл осы видеоның астына мен қанша штук керек, соның барлығын тізімдерін жазып кететін боламын. Одан кейін 2 штук жұмыртқамызды, асылған жұмыртқамызды, оны да ұзынша етіп тураймыз. Жаңағы ішіндегі сарысын алып тастаудың қажеті жоқ. Барлығын бірге турай беріңіздер, сарысымен бірге дәмді болады. Бұл жерде қыздар, мен жасаған рецепт бойынша бір тәрелке шығады, үлкен бір тәрелке шығады. Егер сіздер жоқ, маған көп қонаққа керек, 2 жерден салуым керек, 5 жерден салуым керек дейтін болсаңыздар, еш қиындығы жоқ, тек құрамын ғана көбейте саласыздар. Одан кейін 5 ас қасық мен жүгері, тәтті жүгеріні салдым консервідегі. Одан кейін майонезді қосамыз, кішкене ғана тұз салып жіберсеңіздер де болады. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Өте оңай және дәмді салат. Жасап көріңіз, ас болсын. Парақшама тіркеліп алуды ұмытпаңыз.